Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Текебатыр Қарықұлы атындағы жоғары колледжінің қазақстан тарих пәнінің мұғалімі Муслим Сейтжан Балқожаұлы. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ халқының материалдық мәдениеті. Сабақтың мақсатына тоқтала өтсек, оқушылардың халқымыздың материалдық мәдениеттерінің түрлерін таныстыру, жалпы материалдық мәдениет туралы мәлімет бере отырып, қазақ халқының мәдениетінің өшпес құндылықтары екеніне көз жеткізу. Материалдық мәдениет туралы түсініктерін кеңейту, мәдениетті жан-жақты қырынан тани білуге көмектесу, қазақ халқының материалдық мәдениеті мұражайына саяхат жасата отырып, білімдерін еске түсіру арқылы дамыту, өз көзқарастарын қалыптастыруға көмектесу. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқтала өтсем, қазақ халқының баспанасы бірінші бөлім, екінші бөлім қазақ халқының ұлттық киімдері, үшінші ұлттық қолөнер. Қазақ халқының баспанасы бөлімін бастасақ, қазақ халқының жалпы алғашқы баспаналар суретте көріп отырғандай болды. Бұл баспаналар жалпы тұруға қолайлы болғанмен, бұл қазақ халқы ежелден көшпелі халық, көшіп қону үшін бұл өте тиімсіз болды. Көріп отқандарыңыздай, бір салынған үй баспаналар көшіріп қайта орнату үшін қолайсыз болды. Мына суретте жалпы баспаналардың бертін келе қазіргі қараш үй деп айтамыз, киіз үйге ұқсағанын көресіздер. Бұл жерде баспаналар қазіргі қолданыстағы киіз үймен бірдей. Киіз үй көшпелі халықтардың қысы жазы отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, тез жиналады. Қыста жылы, ал жазда салқын, көлеміне және сыртқы кейпіне қарай түрлі болып келеді. Киіз үйдің негізгі қаңқасын киіз үйдің сүйегі деп атайды. Шаңырақ киіз үйдің еңсесін құрап, тұтастырып тұратын күмбез. Сықырлау жарма есік болып келіп, негізінен екі есік кереге шеңберін тұйықтап, кіріп шығу қызметін атқарады. Уық кереге басымен шаңырақты бекітетін ағаш. Киіз үй тігу оңай емес, әрине, алдымен керегені жайып аламыз. Одан кейін керегеден кейін бақанның көмегімен шаңырақты қақ ортасына жоғары көтеріп ұстап, оны уықтармен әр жерінен ұстатып аламыз. Одан кейін әрбір орнына өз уығын келтіріп байлаймыз. Міне біздің киіз үйіміз сықырлауықты орналастырғаннан кейін дайын болды деуге келеді. Киіз үйдің сыртын қыста жылы, жазда салқын болу үшін киіздермен орап жабады. Әр киіздің өз орны бар. Киіз үйдің қандай түрлерін білесіздер, жалпы осыған тоқтала өтсек. Киіз үйдің түрлері. Орда деп аталады, салтанатты жоғары мәртебелі адамдар бас қосатын, елдік мәселені шешетін аса құрметті хан, би, сұлтандар отыратын үй. Алтын орда 30 қанаттан тұратын ханның мәжіліс ордасы. Алтын үзік 24 қанаттан тұратын аса лауазымды хан отбасы тұратын үй. Ақ шаңқан 18 және 12 қанаттан тұратын елбасы, бай, билер тұратын киіз үйлер. Ақ ала орда 8 қанатты дәулетті бай үй. Ақ үй 6 қанатты дәулетті адамдар үйі. Боз үй, қоңыр үй деп аталады. Келесі 4-5 қанатты орташа адамдар тұратын киіз үй. Қараш үй бұл кедей адамдардың үйі. Ақ отау жас жұбайлар үйі. Киіз үйіміздің тек баспана ғана емес, ол сәулет, құрылыс, сурет, қолөнер сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын ғажайып туынды. Басқа елдердегідей емес, бұл ағаш, киіз, шиден құрастырылады. Дала тұрғындарының тапқырлық шешімін осы тұрғыдан қарап бағалаған әлем ғалымдары, мәдениет пен өнердің білімпаз сарапшылары халықаралық этнографиялық көрмелерде қазақтың осы өнеріне үлкен баға беріп отырады. Келесі бөліміміз
Қазақ халқының ұлттық киімдері. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің түрі де, үлгісі де еш халықтан кем болған жоқ. Оның көркем үлгілер әлемнің этнография мұражайлары мен көрмелерінен орын алған. Келесі слайдтан сіздер киіз үйді, қазақтың ұлттық киімдерін көріп отырсыздар. Жалпы киімдер, ер адамның киімдері, қыз баланың киімдері, әйел адамның киімдері деп жалпы бөлінген. Осыларды әрқайсысын атап өтсек. Күлпара, жел, суық өткізбес үшін басқа жамылатын киімнің түрі. Сәукеле, қыз балалар ұзатылатын қыздың киетін бас киімі. Қамқады, бай мырзалар киген әдемілеп тігілген тон. Саптама, іші киізбен қапталып тігілген ер адамдардың аяқ киімі. Жақы, жылқы терісін тігілген ерлер киімі. Шекпен, түйе жүнінен тоқылған жаздық сыртқы киім. Шекпеннен суда жел де өтпейді. Ең әдемі киім ұлттың киімі деп айтсақ, еш қателеспейміз. Ұлттық қолөнер бөліміне тоқталып өтсек. Қолөнер бұйымдарын нелерді жатқызуға болатын атап өтсеңіздер. Төсек орын, ағаш төсек, сырмақ, мына жерде бейнелеп көрсетілген ағаш төсек, басқа да крем, мысалы қолдан тоқылған. Мына жерде киіз үйдің төргі бөлігі, бұл жерде сандықтар, үстіне қолдан тігілген құрама көрпе, жастық, басқа да бүкіл қазақтың қолөнер бұйымдары осы киіз үй төрінен, киіз үй ішінен орын тепкен. Жүк аяқ, қымыз, торсық деп аталады. Жүк аяқ сандықтың астындағы бөлігі, үстіне сандық қойылады, жүк жиналады үстіне. Мына жерде дастархандағы қымыз құйылған торсық, саптаяқ, қымыз сапыратын ожау көруімізге болады. Нағыз қазағымыз, нағыз қазақ домбыра деп бекер айтылмаса керек. Домбыра төрде ілініп тұр. Мынау саба, теріден жасалынған қымыз сақтайтын үлкен ыдыс. Бұл торсықтан, басқадан үлкен болып келеді. Бұл үйде жүк аяқтың үстіне қойылған көріп отырсыздар. Бұның ішіне 50-60, кейде 100 литрге дейін қымыз кетеді екен. Шебердің қолы алтын ыдыс аяқтар көріп отырсыздар. Көзе, саптаяқ, ағаш қасы, әрқайсысы ою-өрнекпен көмкеріліп жасалған. Әшекей бұйымдар, қапсырмалар. Қыз-келіншектердің киімдерінің ілгешектері, қапсырмалар, білезіктер, әртүрлі. Негізінен қазақ халқы білезіктерді, әшекей бұйымдарды көбінесе күміс металдан жасап отырған. Өйткені ол шын шайтанның қорғайды дегенде сөздер айтылады. Сырға, сақиналар, қыздардың, келіншектердің, әйелдердің әшекей бұйымдары болды. Мұражайдан алған білімдердің арқылы қазақ халқының материалдық мәдениетін шетелдік азаматтарға қалай таныстыра едіңіздер деген сұраққа әркім тоқталып өтсек. Үй тапсырмасы тақырыпты оқу, түсінік айту, үй жиһаздары, тарихи мәдени ескерткіштер тақырыптарында слайд жасау, осы тақырыпта эссе жазу, мәдениетім, мақтанышым тақырыбында әркім жеке эссе жазып берсе. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.